Нұр-Сұлтан қаласы әкімшілігінің қолдауымен және де жастар саясат басқармасымен осы шараны өткізіп отырмыз. Қазір өздеріңіз көргендей біздің балалар және де жұмысшыларымызға арнайы осы елорданың логотипі бар киім-кешектерін бердік. Бұл дегеніміз біріншіден өткізіп жатқан шараға белсенді қатысу және де осы су маңайында және де басқа да төтенше жағдай кезінде қауіпсіздігін сақтау. Және де ең бастысы мақсат бұл жерде әр азаматтың қауіпсіздік мәдениетін жоғарылату. Жастар саясаты басқармасы волонтерлардың жұмылдыруымен бүгін төтенше жағдайлар департаментімен бірлесе отырып суда құтқару жұмыстарына арналған іс-шараларды бастап отырмыз. Негізгі мақсат қала маңайындағы Есіл өзенінің бойындағы заңсыз түрде тыйым салынған орындарға шомылуға келген қала тұрғындарының қонақтарына ескертулер мен түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Бүгін волонтерларға, осы қызмет атқаратын қоғамдық қызметкерлерге арнайы киім-кешек жасақтарын табыстап отырмыз. Балалардың барлығы жұмыспен қамту орталығы арқылы өздерінің айлық жалақысын алып отыратын болады. Сондықтан барша елорда тұрғындарын жаз мезгілде тек рұқсат берілген ғана су айдындарында шомылуға шақырамыз. Мы работаем, спасаем жизни людей. От лица общественных сотрудников ДЧС хотелось бы к вам обратиться, то что купаться в специальных отделенных местах при нашей работе обращаться к нам.